Жетістіктің жолы жалғыздықтың жолы, жігіттер. Бұл жолда сендер көп дос кездестірмейсіңдер. Сендердің жандарыңда ылғи көлеңкелер болады. Сен жүрген жолды көптеген адамдар жүруге тырысқан. Алайда олар бұл жолда сәтсіздікке ұшыраған. Сен өз жүрегіңе сенуің керек, істеп жатқан ісіңе. Себебі сен іштей білесің бұл шайқаста жеңетініңді. Егер сен өз санаңда қорқынышқа орын берсең, ол тамыр жайып сенің күл тамтығыңды шығарады. Сенің бар өнерің мен қабілетіңді жояды. Чемпиондар жігіттер, оларда ешқандай потенциал немесе өнер жоқ. Бұл табандылық. Мен айтып жатқан дүние бұл сенің жігерің. Сенің ешқандай атақ қалыптастырмайды. Сені ешқандай жетістік шыңдамайды. Сенің жігерің жетістігің мен атағыңды анықтайды. Сен қаншалықты жігерлі болсаң, жетістігің соншалықты үлкен болмақ. Бәрі осы жерден басталады. Сенің жетістігіңе сенің атың жазылады. Сондықтан бәрін барынша дұрыс жасауға тырыс. Чемпиондар үлкен аренада халықтың алдында қалыптаспайды. Оларда мыңдаған сағаттық жаттығулар мен таңғы сағат 5-те бәрі ұйықтап жатқан кезде тұрып, жүгіру арқылы шыңдалады. Міне жеңіске осылай жетеді. Чемпиондардың жүрегі ылғи жанып тұрған жарық. Ол біреу қарап тұрған кезде ғана жанып тұрмайды. Қорқыныш ол тек сенің санаңда. Ол тіпті жоқ. Оны сен жасап шығардың, және сен оны жоя аласың. Мен қорқынышты жақсы көремін. Себебі әрбір қорқыныштың артында менің арманым тұр. Егер сен өз қорқынышыңмен бетпе-бет келсең, сен өзіңнің арманыңдағы адамға айналасың. Егер сен өз қорқынышыңнан қашсаң, сен өмір сүріп жатқан жоқсың. Сен тірісің, бірақ еркін емессің. Егер өз қорқынышыңды жеңсең, бұл саған үлкен сенімділікті сыйлайды. Кейде біз өмірде қиын жағдайларға тап боламыз. Сол сәттерде ешқандай шешім, ешқандай амал жоқ болып көрінеді. Қолымызды түсіріп, берілгіміз келеді. Оның үстіне сені қолдайтын, саған қолдау көрсететін адамдар да болмайды. Керісінше бәрі саған бұл ісің іске аспайды деп айтады. Одан да болатын іспен айналыссаңшы дейді. Сен жан-жағыңа қарап, қолдаушы адамдарды іздейсің. Бірақ өкінішке орай, ешкімді таппайсың. Менің саған айтарым, сені бір ғана адам қолдайды. Ол өзің. Ешқашан берілме. Өмірдің қандай қиындығы болмасын, сынушы болма, мойыма. Өз арманың үшін күрес. Себебі өмірдің қашан, қалай, қай жерде бітетінін ешкім білмейді. Біз бір-ақ рет өмірге келеміз. Бұл бізге берілген бір-ақ мүмкіндік. Және қиындық пен басқалардың сөзін тыңдап, арманыңнан бас тартпа. Өз арманыңа сен. Ол үшін күрес. Сосын арманың сен үшін күресетін болады. Өз арманыңды ешкімге тартып алуға жол берме. Сенің сенімің бәрін жеңіп шығады. Қиындық бәрінің жолында болады. Бәрі құлайды. Тек санаулылар ғана қайта тұрады. Ешқандай қиындықты мойымасаң, сен бәріне жетесің. Мысал ретінде әлемнің ұлы ғалымы Томас Эдисонды алайық. Ол бала кезінде 3 жасына дейін сөйлей алмаған. 7 жасында мектептен қуылған. 21 жасына дейін ол жұмыс таппаған. Ал 21 жасында ол өзінің сүйікті ісі не екенін түсініп, онымен айналыса бастаған. Эдисон жарық шамын жасау үшін 1093 рет тырысқан. Осылай ол жарық шамын жасап шығарған. Егер ол берілгенде, егер ол қиындықтарды мойындағанда, қазір бізде жарық шамы болмас еді. Сенің де арманың сол сияқты ұлы шығар. Сенің де арманың миллиондаған адамдардың өмірін жарыққа жетелейтін шығар. Сондықтан өз арманыңнан теріс айналма. Сен өзіңнің қайда бар жатқаныңды, не үшін күресіп жатқаныңды нақты білуің керек. Ешқашан мойымау деген, ол қандай қиын жағдай болмасын берілмеу дегенді білдіреді. Сенің ақшаң жоқ болса да,
саған жол көрсетіп, кеңес айтатын адам болмаса да, сен мойымауың керек. Сен бостан босқа қиналған жоқсың. Сен бостан босқа жылаған жоқсың. Сен өз арманың үшін жас төктің. Сен бостан босқа еңбек еткен жоқсың. Сен жолыңда үлкен келеңсіздіктерге тап боласың. Сол сәттерде сен өз-өзіңе Құдайым-ау деп айтуың керек. Себебі сенің өміріңде бір керемет жайттың болғалы тұрғаны анық. Сен осы қиындықпен толықтай жалғыз өзің күресетініңді түсінген жоқсың. Бірақ қандай үмітсіз жағдай болмасын, бұл істі соңына дейін жеткізуің керек. Берілу алғаш адамның ойында туындайды. Қиындықпен бетпе-бет келгенде, адамның бәрінің санасына берілу, тоқтау деген ой келеді. Мен шаршадым, менің доғаруым керек. Бұл ойлар бәрінің санасына келеді. Бірақ сен бұл ойлардың санаңды торуылдауына жол берме. Оларды қақпанда ұста. Ешқашан өзіңе шаршадым деп айтпа. Ешқашан менің доғаруым керек деп айтпа. Міне осылай ғана сен берілмейсің. Осылай ғана өз мақсатыңа жетесің. Сен өз мақсатыңа бір қадам қалғанда, бәрі сәтсіздікпен аяқталатындай болып көрінеді. Бұл сенің оянып, қиындыққа мойынұсыну таңдау емес екенін түсінуің керек. Сенің санаңда берілу деген ой болмауы қажет. Беріл, менде ешқашан. Тоқта, мен бе ешқашан. Бұл басқа жігітке немесе басқа қызға айтылған шығар, бірақ маған емес. Себебі мен берілмеймін. Не болмасын, мен берілмеймін. Сен өмірде қиын сәттер болатынын, өмір сенің сынайтынын түсінуің керек. Және ешқашан сол қиындықтарға мойымауың қажет. Қиындықтарға сені сындыруға жол берме. Қиын кезде өз арманыңның соңынан ер. Себебі сен не жасамасаң да, қиын жағдайлар мен айналаңдағы адамдар берілуге итермелейді. Бірақ сен берілмеуің керек. Егер сен жиі берілсең, онда бұл әдет болып қалыптасады. Сондықтан мұны әдетке айналдырма. Қандай жағдай болмасын, қиын болсын, оңай болсын, кез келген жағдайда тоқтаушы болма. Және айналаңдағы адамдарға қарама. Олар берілсе, берілетін шығар, бірақ сен емес. Сенің ішінде ұлы күш жасанған. Сондықтан ешқашан берілме. Сенің мақсатыңа жету қиын болғанымен, бұл мүмкін емес дегенді білдірмейді. Бір қиындықтан екіншісін еңсеруді доғарма. Сен қиындықтарды еңсерушісің. Иә, сен өзіңді бір орында тұрып қалғандай сезінетін шығарсың. Сен қанша тырыссаң да, өміріңде ешқандай өзгеріс болмай жатқан шығар. Бірақ сен өз қиындығыңның шешімін іздесең, мен саған уәде беремін. Сен оны табасың. Мен түсінемін, сенің жағдайың қиын екенін. Мен түсінемін, сен бәрін доғарғың келетінін. Мен түсінемін, сен қолымнан келмейді деп айтқың келетінін. Бірақ менің саған айтарым, сен қайта орныңнан тұруың керек. Сен өз ісіңді жалғастыруың қажет. Сен өз жолыңды соңына дейін жеткізуің керек. Қайта орныңнан тұр. Егер сен өзіңді жалғыз сезінсең, бұл ұзаққа созылмайды. Бір күні сенің жалғыздығыңның соңы келеді. Сенің ішіңде от жатыр. Оны әлемге көрсет. Бұл тек сенің қолыңда.